Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театры Қырғызстанда өткен халықаралық фестивальдан жүлделі оралды. Тіс қаққан сыншылар мен қазылар алқасы баға беріп, шынайы пікірлерін айтқан шарада жерлестеріміз көрші елдерге үлгі боларлық өнер көрсетті. Солтүстік қазақстандықтардың өнеріне тәнті болған шетелдіктер оларды басқа да фестивальдарға қатысуға шақырған. 5-ші халықаралық Арт Ордо фестивалі Қырғызстан Республикасының астанасы Бішкекте 19-24 қазан аралығында өтті. Онда Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының ұжымы Гогольдің ревизорын сахналады. Спектакльдің саяси астары бар, қандай тілде болса да түсінікті. Сондықтан осы туындыны апардық дейді театр әртістері. Елдерден келген критиктердің, театр сыншыларының бас құралған не болатын, топ болатын. Енді біздің театрымыз өте жоғары бағалады. Бұл театр сондай үлкен заманымыздың жағындай алып жазушылардың бірі Николай Гогольдің шығармасына бел буып келгендігі бұл труппаның сондай потенциалына мықты екенін байқап, содан кейін сол үлкен жағындай сыйлықтарын ұйғарып жатты. Батырбек Шамбетов ревизор спектаклінде басты рөлдердің бірі Дуан басын сомдайды. Театрда актерлықпен қатар режиссерлықты қатар алып жүрген Батырбек Рысқұлұлының ойыны көрерменнің де қазылар алқасының да көңілінен шықса керек. Нәтижесінде жерлесіміз үздік ер бейнесін жеңіп алды. Спектакльді дайындау барысында біз 1,5 ай жұмыс істеген болатынбыз. Ол үлкен режиссер, үлкен шебері, өз жұмысының режиссурының шебері Барзу Абдыразақовпен жұмыс істеген болатынбыз. Сол кісі енді бізге тыным берген емес, бір жарым айдың ішінде бізде оқытпаған кітабы жоқ, күн-түн жұмыс еткізген болатын. Соның бейнетін жаңағыдай енді көріп жатырмыз. 5-ші халықаралық Арт Ордо фестивалінде Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Татарстан және Қырғызстаннан 14 театр қатысыпты. Елімізден 2 мәдени ошақ Мұхтар Әуезов атындағы Мемлекеттік академиялық қазақ драма театры мен Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театры өнер көрсетті. Үздіктердің үздігі бас қосқан фестивальда біздің қара шаңырақ сыншылардың орынды пікіріне, қазылар алқасының оң бағасына ие болды. Қырғызстан актерларына және басқа театрларына, ұжымдарына үлкен сын ретінде айтып жатты. Бұл Қазақстаннан үлкен үлгі алыңдар деді. Ол біз үшін міне Қазақстан әлде қайда бізден алға шығып кетті деп. Және 6-шы болып ойнадық. Сол 6-шы болып ойнаған өзінде бұл 6-шы спектакль біз үшін үлкен мақтанарлық, бізге бір жарқ еткізіп бір көңіл күй сыйладыңдар деді. Театр ұжымы сыншылар көзайымы номинациясында марапатқа ие болса, ұйымдастырушылар атынан халықаралық фестивальға қатысқандар үшін дипломмен марапатталды. Әрине, қазақ театрының жеңісі мұнымен шектелмейді. Алда басқа да фестивальдар, гастрольдік сапарлар мен премьералар күтіп тұр. Әр сәтті бағалай білетін ұжым мүшелері жұмыстарын бастап та кетті. Фариза Жазитова, Азамат Жантурин, ақпарат.